мен қазақпын, қазақстандықпын, ана тілім қазақ тілі, мемлекеттік тіл қазақ тілі бола тұра, мен қалай өкіл ретінде қазақ тілінде сотта сөйлей алмаймын? Тілге қатысты проблема. Қазақстанда отырып, мен қазақпын, өз тілімде сөйлей алмайды екенмін. Сотта Алматы қаласы Медеу аудандық соты жоғарғы сотқа шағым тапсырылды. Сотқа қатысып жатырмын. Жауапкердің өкілінен мен ана тілімде, мен қазақпын, Қазақстанда тұрамын, ана тілімде сөйлеймін десем, жаңағы судья сен ол тілде сөйлей, яғни іс орыс тілінде, қазақ тілінде сөйлей алмайсың, сен өкілсің. Біз саған тілмашты, аудармашыны қамтамасыз етпейміз. Қамтамасыз етсек, сөйлейтін болса тек жауапкерге дейді. Ей, мен қалай сонда деп жатырмын да, видеосы бәрі бар негізі. Жоғарғы сотқа бәрін айтып қойдық. Сот болған, сотта бейне жазба бәрі бар. Санаға қонбай тұр. Жоғарғы соттың төрағасына айтатыным, Медеу аудандық соттың төрағасына, Алматы қаласының соттың төрағасына айтатыным, мен қазақпын, қазақстандықпын, ана тілім қазақ тілі, мемлекеттік тіл қазақ тілі бола тұра, мен қалай өкіл ретінде қазақ тілінде сотта сөйлей алмаймын? Санаға қонбады. Судьяға айтамын, 14-ші бап азаматтық процессуалдық кодекс. Тіл туралы заң 13-ші бап мемлекеттік тілде тапсырылады құжаттардың барлығы. Қажет болса орыс тілінде, қажет болса орыс тілінде сөйлеуге болады, бірақ мемлекеттік тілде сөйлеуге ешқандай кедергі жоқ. Одан кейін Конституция 19-ші бап тіліне қарай ешкім шектеуге болмайды. Конституция 7-ші бап тіл Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл, ол қазақ тілі. Ей, Құдай-ау, адам құқық туралы декларация бар, 1948 жылы қабылданған Біріккен ұлттар ұйымымен біз оны ратификацияладық. Сонда көрсетілген біздің тілімізбен шектелмеуіміз керек. Соны қалай судья білмейді? Осыған байланысты тиісті түрде түсіндірме жұмыстарын жүргізуді сұраймын. Өкіл де, жауапкердің өзі де қазақ тілінде сотта еркін сөйлеп қатыса алады. Және қажет болса аудармашымен қамтамасыз етілуі керек. Енді өкінішісі, неге біз банктерге, неге мемлекеттік органдарға айтпаймыз? Өкінішке орай біз мемлекеттік органдардың өзі сотқа талап арыздарды орыс тілінде тапсырады. Неге біз соларға айтпаймыз? Өткен жолы Павлодар қалалық сотында бір судья апайымыз керемет айтты. 13-ші бап. Неге сендер мемлекеттік мекемесіңдер? Қаржы орталығын айтты. Мемлекеттің қаржысынан қаржыландырасыңдар, мемлекеттік функцияны жүзеге асырып отырсыңдар. Неге сендер қазақша тапсырмайсыңдар деп кәдімгідей басып айтты. Дәл сол секілді неге банкке айтпаймыз? Неге судьялар сөйтіп банкке айтпайды? Неге судьялар сөйтіп қаржы орталығына айтпайды? Немесе мемлекеттік органдарға айтпайды? Неге айтпаймыз біздер? Ал бізге келгенде айтылады ол. Сен қазақ тілінде сөйлеме, сен орыс тілінде сөйле деп. Неге сен орыс тілінде сөйлеме, неге сен қазақ тілінде сөйле деп айтпаймыз, соны түсінбеймін мен. Мен жақсы көремін орыс тілін. Мен орыс тілінде көп мәліметтің барлығын оқуды, бәрін орыс тілінде оқыдым. Абай жолында мен орыс тілінде оқыдым. Мен граф Монте-Кристоны да орыс тілінде оқыдым. Мен тағдырда да судьба деген бар. Последний кочевье деген бар, Қабдеш Жұман, орыс тілінде оқыдым. Бірақ мен ана тілімде өзімнің тәтті, сүйікті, осындай тұшымды тілімде сөйлегім келеді. Оған ешқандай біздің елімізде кедергі жоқ. Соны судьялар түсінсе екен. Сол жоғарғы соттың төрағасына, Алматы қаласы сотының төрағасына, Медеу аудандық сотының төрағасына осы үндеу судьяларға жеткізуді сұраймын.